О, 101 миллион за 40, за 28 дней, представляете, 28 күнде 101 миллион просмотр каналда. Офигеть. Достар, мен бұл бар ғой, нағыз результат бұл неден, қалай ұстаздан асқан нәтиже, бұл нағыз результат дейді ғой. Ақшасын көрсетіңізші, Аида ханым, ақшасын көрсетіңізші. Қызық болып тұр ғой. Қарандар, значит, доллар. Аида, значит, доллар болып тұр, сен теңгеге айналдыра аласың ба? Теңге. Өзге қазақтарға кішкене более не болып көрінсін. Біздің өзіміздің валютамызбен более жақын болып көрінеді доллар. Су мен кофе. Мен кофе ішіп отырмын. 4 миллион 300 мың. Қарандар, достар, мені реально скриншот жасап алсаңдар, бұндай нәтиже масқара. Аида, мені уже ютубтан 4 миллион 307 мың теңге тапты. Ойлаңдаршы, 4 миллион 307 мың 410 теңге. Мені... Бір секунд. Аида, 4 миллионға не істедіңіз? Не сатып алдыңыз? Бұның ішінде мен қалай айтады, қай жерден ақша тауып жатсың, сол жерге вкладывайся деп айтады ғой. Дұрыс айтады. Тағы да біреу YouTube жайлы, біреу анимация жайлы екі курс алдым. И удваиваю өзім табысымды удваиваю. Өте дұрыс бұл бар ғой. Аида, негізі сен өте не екенсің, финансовый грамотный тренерлер айтады ғой. Тоже егерде сен бір нишадан, мысалы бір темадан ақша тапсаң, содан тапқан табысты соған инвестируй. Потому что сенде есть потраченные часы дейді, мысалы. Сонда сен істеген өте дұрыс, иә. Миллион алынбайды былай, тұрғанда бір түрлі кедіңіз, 4 миллион. Необычно. Прям әдем ақша ғой. Болсын, берекелі болсын. Бұл еще бар ғой, бұл әлі басы ғой. Скоро миллион подписчик болады. Қанша? Бұл еще Аида ханым? Именно осы каналды бастаған, осы каналға саған қашан монетизация қосты, соны айтып жеріп, көрсетіп жерсең, доход, голограмма неден анау. Так, январда қосылды, январдың ортасында. Мені қарандар, анау нені пикті көрсетші, пикті. Қара, январда қосылған бір күнде 780. Бір күнде миллион теңге болды. Күнде. Достар, реально, мысалы, сендер 785 мыңды, мысалы, мен бір сезонда, бұрында паркта істеп жүргенде, мен осындай ақша табатым қидан. Бұл деген монетизация қосылмай тұрғанда бонус төленді ғой, сол. Атап, январда. Атап. Міне, 27 январда. 4 23 январда басталған екен, жаңағы монетизация қосылған екен, именно 400 теңгеден басталған, то есть көрдіңдер ма? Путь к 1000 миль начинается с одного шага. А нет, вот 17 январда қосылыпты монетизация. 17 январ ойлаңдар, осы 2023 жылы. Грубо говоря, 4 айда 4 миллион, айына 1 миллионнан теңгеден сотқан. Конечно, ты чё? Не, кішкіне, мына жерде кім не себелсең кішке зависать етіп жатсың. Или мен зависать етіп жатырмын. Ең кішілер менде нормально істеп тұр бәрі күшті. Аида ханымдікі чуть-чуть зависать. Ладно, этот, міне 4 миллион 300 мың теңге табыс. Анау, Аида, естіпсің ба мені? Анау жаңағы серебряный кнопкаңды бір көрсетіп жүрсіз тағы да? Көрсетші. Топ кеткізіп. Қараңдаршы, достар, міне, бұл реально мынау көрсетіп тұрған серебряный кнопка, бұл реально ютубтан, былай айтқанда, сыйлық, награда. И это, знаете, что означает? Что я есть деген бар ғой. То есть, мені Аида бар, мені мынаған қарап, сендер біле аласыңдар, что Аида бар. То есть, бұл диплом сияқты, кәдімгідей, что существует, міне конкретно мына жерде Аиданың каналының аты жазылған, бірақ та скрывать етіп қойған. Бұл жерде американский каналдарды жаңағы көрсетуге болмайды. Мысалы, Қазақстандағы адамдарға бұның өзінің бір нелер бар, нюанстары бар, оның барлығын жаңағы түсіндіремін. Ақы көрсетті ғой, конкретно. Ақшасы,
Жоқ. Кстати, егер де Аиданың бірінші алған табыстарын көріңіздер, менде Инстаграмда Аиданың жаңағы нелері бар, видеолары бар, Инстаграмда бар, ТикТокта бар. Жаңа бірінші серебряный кнопкасын алып, бірінші табыс алған қанша 20 минуттар бүйтіп қойып қойған 10 минуттар. Серебряный кнопкасы бүйтіп кішкене сыртын ашып. Менің осы Инстаграм парақшамда барлық осы менің шәкірттерімнің нәтижелері бар, соны көрсеңдер болады. Ал енді Айдос, так, тоста тұр. Аиданың бүкіл... Аида, просмотр за все время дегенді көрсетші? Жоқ, ол за 28 дей. За все время, жаңағы біз 28 күнді көрдік, енді за все время... 514 миллион. Кстати, достар, жарты миллиард просмотр. Бұл жерде бар ғой, өте маңызды ақпарат. Сендер ойлап қалуы мүмкінсіңдер, мысалы, жарты миллиард просмотрға осынша ғана ақша келді деп. Бұл шортс. Аиданікі по полной программе шортс контент, то есть шортс деген сен білетін шығарсың, бұл ютубта, тиктоктың аналогы. И бұл шортста просмотр жинау, қаралым жинау 100 есе оңай. И бұл жерде мен өзім осы курсымда мен осы шортс жайлы ашты бар. Менің шәкіртім келді. Короче, шортста просмотр жинау 100 есе оңай. И сондықтан мен менің өзімнің курсым жаңа телеграм-каналда ғой, и менің телеграм-каналдағы жаңа видеоларды постоянно обновлять етіп отырам. То есть менің мысалы курсымды алсаңдар, сендер будете жить в ногу со временем. Постоянно осы шорт жайлы ақпараттарды қазір салып жатырмын еще. Продолжаю. Так, қазір ашып қойдым ба? Қазір менің қазір жаңа шәкіртім келеді. Так, в принципе, Аидамен болды, керек заттың бәрі сұрап алдық. Көрсетті. Да. Ақшасын көрсетті. Аиданың алдындағы маған скриншоттарды жіберген, осы Каспиға түскен табысын, ол скриншоттарда мен сендерге қазір тоже сразу көрсетіп салайын. Давайте сразу осы моментті пайдаланып көрсетейін сендерге. Просто реально уже табысты Каспидан көргенде уже по-другому уже смотрится ғой. Былай айтқанда, так, қазір бір секунд. Междумен сақтап қойғам. Міне мына жерден көруге болады. Жоғаршық. Міне қараңдар, міне достар. Міне Аида. Ой, мына жер кішкене не болып тұр екен, в общем, көріп тұрған шығарсыздар. Жоғаршық кім? Малик. Орындық берші Маликқа. Ассалаумағалейкум. Менің новый шәкіртім келді. Бір күнде 125 теңге тапқан. Отыр мына жерге, кәмпені көрсетіп. Міне, мынау Аиданың несі, нәтижесі. Мына жерде кішкене горизонтальный оршылып тұр, мына көріп тұрмын. Міне. Аиданың бірінші алған табысы пополнение 1 738. Скриншот істеп алыңдар, міне, скриншот істеп өзі қарайсыздар. Мынау Аиданың алған бірінші табысы. Міне, 1 738 теңге Каспийна түсті сразу. Сосын мынау, міне, ой. Қараңдар, мына жерде уже халық банк, мынау Айдостың табысы. Міне, қазір Айдоспен эфирге шығамыз. Мына жерде жазылып тұр, көрдіңдер ма? Ирландиядан түскен, то есть Google AdSense, ол Ирландияда зарегистрирован Дублинда, и мына 14 731 доллар, міне, осы скриншоттардың барлығын мен специалист осылай көрсету үшін. Сосын мынау қазір, бұны қазір сендерге көрсетеді, бұл Айдостың табысы 9 200 000 творческий студиядан, оны қазір сендерге живую көрсетеді. Мына жерде Аида, кстати, Аиданың AdSense-ындағы не алдына маған жіберген. В принципе, мына, кстати, Аиданың жаңағы несін көреміз дедік қой. Аиданың бірінші алған табысын көрейік, сосын Айдосқа көшеміз. Қазір. Ладно, ештеңе етпейсіз, что не слава. Так, қазір бір секунд. Мінекей, Аиданың табысы. Мінекей. Mana? Бұл Аиданың сендер оны құламын. Ой, емай. Mana? Аиданың ақшасы бірінші алған ютубтан. Қарадар. Mana, бірінші алған табысы бар, реальный ақша. Каспийді көрсетіп өзінде. Аиданың инстаграмға әрі. Сол достар, Аида саған, міне, давайте мынаны қарайық. Қараңдар,
мынау Аиданың табысы міне январда 794 мың, одан кейін 962 мың, 1 миллион 35 мың, 1 миллион 259 мың, 156 мың. То есть қазір бүгін нешесі? Бүгін 8, бүгін 10 май, в общем, до 8 мая она заработала уже 156 тысяч тенге. Міне осы неден, осы чисто YouTube шортстан. Сол, так, в принципе, болды ғой Аиданың, не? Аида саған осы нәтижеңді көрсеткен үлкен рахмет. Ал енді біз қазір кімге көшеміз? Айдосқа көшеміз, но Айдосқа көшердің алдында мен сендерге міне как раз келіп қалған менің шәкіртім, менің осы апрельский шәкіртім Малик Кубашев деген жігіт. Жақсы брат өзің. Мына жерде қазір мен мынаны нетейін. Так, пригласить. Аха, Аида, жақсы. Рахмет сізге. Рахмет, үлкен рахмет саған. Алып жатырған шығар адамдар. Менде де болған жоқ. $200 солай басында түскен. Бұл басқа канал. Иә. $70, $200 екі каналдан түскен. А мына каналым прям мен жақсатып жатыр. Иә. Кстати, мынау Аида бар ғой. Аида ең басында андай не ашқан, новостной канал ашқан. И бұда кішкене $70, 80, ну как бы бір жерде көп болған жоқ, $70 и алды, осыны ашты, и осы канал атты. Мен как раз именно декабрьда айтқам, шорт салыңдар, и резко шорт салып, соны айтып, бүкіл, в общем, Аиданың бүкіл нелері, менде жаңа инстаграмда бар, в общем, жаңағы несі, отзывы, живой отзывтары. Так, Аида, Аида, осың ба? Басқа айтатын нелерің бар ма? Нәрселерің? Қандай сұрақ? Жоқ, Аида, так, сенде айтатын нәрселер бар ма негізі? Өзің жаңағындай, вообще, жаңағы бір-екі ауыз сөз айтып қойсаң, жаңағы не жайлы, YouTube жайлы, чтобы адамдарды вера пайда болу үшін, өйткені барлығы осы сенімнен басталады дейді ғой, кішкене мотивация ма, сондай. Мотивация дегенде әркім өзі мотивация қоймаса, ол біреу жетелемейді ғой. Менде мысалы қараңыздар, экранында менде мынандай сөз тұр. Как мотивировать себя что-то сделать? Да никак. Давайте прям мына жерден оқып тұрсыздар. Осы сөзді күнде оқимын да, күнде жұмыс істеймін. Түсінді бұлды, не нәрсе екен. Өз-өзімді заставлять етем деген сияқты жұмыс істеуге. Иә, вот, көрдіңдер ма? Ана сендер көріп тұрсыздар, Аида деген менің шәкіртім. Бұл, былай айтқандай, андай не емес та, былай дейді, мысалы, чтобы ютубпен айналысу үшін высшее образование деген мен ешқандай жоқ. Просто обычный адам просто менің курсымды алды, и міне нәтижеге шықты. То есть любой адам қазір табысқа шыға алады ютубта. Ең бастысы білім керек. И мен білімді берем, сол білімді қолданып, сендер осындай табысқа шыға аласыңдар. Білім менен, әрекет бізден. Әрекет бізден. Иә, білім менен, әрекет сізден. Мен бұл жерде жай ғана білім бере қоймаймын, мен реально менің өзімнің осы немде, өзімнің осы курсында, конечно, мотивация беремін. Мотивация, айтады, тонкая, чтобы адамға мотивация беру үшін кішкене психологиядан білу керек. Мен осы жаңағы күшті жаңағындай не беремін мотивация, сен мысалы не алғың келеді. Адаммен бірінші, мен курсымды алғанда адаммен сөйлесем, жаңағы что он хочет, ол қандай адам екен, соған қарап, адамның есіне қарап, оған мотивация беремін. Сен мысалы осындай машина, квартира алғың келеді екен, үйстен мына осындай американский канал ашсаң, осындай табысқа шығасың деген сияқты. Сол, так, енді давай, что там у нас по плану? Ал Аида тағы айтатын, может, сенің де ішінде айтатын бір YouTube жайлы бір не бар шығар, айтатын нәрселер, мотивациядан басқа. Сосын бұрға Аида айтып кетші, мысалы, осы сен өзінің контентін істеп жатсың ғой? Сен істеп жатқан контентің насколько сложно, мысалы, бір видео істеу үшін сенде қанша уақыт кетеді, или 5 видео істеу үшін қанша уақыт кетеді деген сияқты кішкене айтып жүрсең. Да, енді бәрінде сол бір видео істеу үшін менде бір күн кетеді. Одан кейін қолым жаттығып болған, уже күніне 3-4 видео,
бір видеоны бір-біріне ұқсаттырып уже пачка етіп жасай бересің. Иә, көрдім мен сен канал. Кстати, Аиданың каналын тек мен ғана білемін деп па. Аида маған каналын көрсеткен. Канал өте такой күшті канал. Негізі бұл Аиданың негізі Аида мысалы сен істеп жатқан нишаңды сен өзің жаңағы немен істейсің ба, телефонмен істейсің ба или компьютермен істейсің ба? Сол жағын айтып кетсең. Мен бәрін телефонмен капкат приложениемен істеймін. Вот капкат аман болсын, иә. Бұл жерде негізі қазіргі заманда телефондар настолько наоборот, что бұл қазір телефонмен бүкіл монтаж барлығы істей беруге болады. Сондықтан егер де сендер телефон ғана болса, компьютерларың болмаса өздеріңе ограничение қоймаңдар, телефонмен де істей беруге болады. Ең бастысы телефондарың ескі Nokia деген телефон болмаса болды. Ескі Nokia. Иә. Қазір ешкімде жоқ шығар, каждый даже балаға шейін сенсор ғой, сенсормен жүресің. Так, сол біздің эфир. Так, комментарий пока ашпай қояйық, иә? Иә, қазір бітірейік. Так, жақсы онда, Аида, саған осы тікелей эфирға шыққанға қазір енді біз көрдік. Жақсы. Рамы саған, давай, не останавливайся, только вперед, у тебя все еще впереди идет, мотивация дополнительный деп. Анау неге қарап отыр, қайда надпись күшті мотивация береді екен. Все, онда так. Аха, Жақсы. Достар, бұл менің Аида Айтқожина деген шәкіртімнің нәтижесі. Егер де сендер де осындай нәтижеге шыққыларың келсе, YouTube Shorts'тан табыс тауып, онда біз Аида екеуміз совместно бірігіп істеген мини курсымды сатып алсаңдар болады. Ол мини курстың аты Aida Shorts. Сондықтан ол курстың бағасы өте арзан. Менің өзімнің основной курсымнан 10 есе арзан. Курстың бағасы 50 000 теңге. Бұл курсты тек 20 адамға ғана сатамыз. Сондықтан үлгеріңдер. Маған Инстаграмға жазыңдар. Aida Shorts деп. И және сатып алсаңдар болады. Рассрочка бар. Каспиретпен де алуға болады, голдпен де алуға болады.